Осы жылы Қазақстанда зейнетке шығу жасы ерлер мен әйелдерге қандай? Қазіргі заң бойынша ерлер үшін 63 жаста және әйелдер үшін 60 жаста, және кейбір өзгерістер бар, яғни кейбір жағдайларда ерте шығуға болады. Мысал айтатын болсақ, 5 және одан да көп бала туған немесе асырап алғандар болса, және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жастан бастап зейнетке шығуына болады. Семей ядролық сынақ полигонының төтенше және радиациялық қауіпті ең жоғары аймақтарында 1949 жылы мен 63 жылы аралығының кезінде кемінде 5 жыл тұрған әйелдер 45 жастағы әйелдерге әсер етпеді деп жазған. Енді переводы онша емес деп ойлаймын. Осыдай жастан бастап шығуына болады. Егер орысшасын қарайтын болсаңыз, кішкене бұл жерде басқаша жазылған міне. Жаңа қазақша переводы дұрыс емес. Бірақ бұл жерде бір өте прикольный жағдай бар. Бұлар 45 жастан шыға алады деп жазылған. Дегенмен тіпті 2023-тен 1963-ті азайтқанның өзінде бұл мына жастан асып кетеді. Бұл енді кімнің логикасына келіп жүріп тұрғаны әрине түсініксіз. Өзіңіз для прикола өзіңіз есептеп көрсеңіз болады. Даже 1949 жыл мен қазіргі Қазақстандағы орташа жасты алатын болса, 49 жылынан бастап тұрғанның өзінде ол қазір, скорее всего, ол тірі емес. Тірі болғанның өзінде ол давно пенсияға шығып кеткен. Одан кейін 2027 жылға қарай әйелдердің зейнетке шығу жасы ерлер үшін зейнеткерлік жас 63 жасқа жету керек. Енді мынау да онша емес перевод. Қысқасын айтатын болсақ, қазір ол 60 жас болып тұрғанымен 2027 жылдан бастап 63 жасқа дейін өзгереді. Қазіргі уақытта бұл 60 жас деп мына жерде жазылған. Және 2023 жылдан бастап әйелдердің жасы және тағы бір ақпарат, 2022 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша зейнетақы төлемдерінің орташа мөлшері базалық және ынтымақты зейнетақы деп жазылған. Бұл әртүрлі жағдайға байланысты қосылатын түрлері. Бұл 108.993 теңгені құраған 2022 жылдың 1 қарашада. Бұл орташа. Орташа деген сөз бұл әрқайсының алатыны дегенді білдірмейді. Кейбіреулер 28.000, кейбіреулер 150, кейбіреулер 70 соны алады. Соны общем адам санына бөледі. Мысалға 2022 жылғы 1 қарашада бойынша зейнеткерлердің саны 2.268.000 адам. Соның бәрінің зейнетақысын қосатта, оны осы адам санына бөледі. В общем, сол кезде орташа шығады, орташа міне осындай. Көпшілігі бұны алмайды. Freedom Broker инвестиция жасауға арналған қазақстандық сенімді компаниялардың бірі. Төмендегі сілтемені басып, қосымшасын жүктеп алып, инвестиция жасауды бастаңыз. Сілтеме төменде.